Бәріне сәлем. Бұл видео қыркүйек айында не көргенім туралы болады. Ал бастайық. Қыркүйек айында 3 кино көріппін. Бірінші «Қайтадан» деген фильмнен бастайық. Бұл туындыға киноға барып келдім. Тұңғыш қазақстандық апат жайлы фильм деп маркетинг жасапты. Көру қызық болды. Комедия мен драманың жақсы қосындысы шыққан. Спецэффекттері де тәуір. Бұл фильмді өзім пункт назначениеға ұқсаттым. Бірақ ол жердегі месседж тағдырдан қашып құтыла алмайсың болса, бұл жерде хэппи-энд болды. Жаман емес. Кинодан ұнағаны, мыналар жаман деген айқын хабар болған жоқ. Әкім келген комиссия жаман адамдар болды, бірақ арасында адал жас буын өкілі бар. Ермек Шынболатовтың кейіпкері қызды алып қашқысы келді, басты кейіпкерді ұрып соққысы келді, бірақ ауылда жаман әдеттерге қарсы екен. Жалпы адамдарды аман алып қалуға көмегі тиді. Қызықты, күлкілі, сапалы жасалған кино. Жақсы табыс та тауыпты. Рейтингі 8/7. Жақсы жасалған кино деп ойлаймын. Бұған 7 деген баға берем. Келесі кино «Долгая прогулка». Стивен Кингтің кітабы бойынша түсірілген кино. Оқиға болашақта тоталитар режим орнаған Америкада болатын сайыс туралы. Әр штаттан бір баладан қатысады, 5 км/сағат жылдамдықпен жүріп отыру керек. Оны ұстамасаң, бірнеше ескертуден кейін сақшылар сені өлтіріп тастайды. Осыдан 5-6 жыл бұрын кітабын оқығам. Сол үшін киноға барған қызық болды маған. Экранизациясы ұнаған жоқ. Бұл негізі диалогтарға толы кітап еді. Ол жерде кейіпкерлерді әңгімелері арқылы ашу біліктірек жасалған тұғын. Кинода, оның үстіне дубляжда бұның бәрі жоғалып кеткен. Экшн көріністері нашар жасалған. Бұл фильмге 5 деген баға қоямын. Содан кейін «Сумерки». Бұл фильмді әйелім көрейік деп болмай көрдік. Осыған дейін бірінші бөлім ғана көрген. Кейінгілерін телевизордан көрсеткенде немесе мемдерден ғана білетін едім. Жалпы «Сумерки» деген жасөспірім қыздарға арналған кинолардың классикасы. Осыдан кейін ғана барып «Голодные игрылар», «Дивергенттер», 50 оттенков серовалар шыққан. Енді бұл киноның неге қыздар сүйіп көретінін енді жақсы түсінген сияқтымын. Бұрындары көзіме түспеген екен. Бұл киноның фокусы түгелдей әйел кейіпкерлерге шоғырланған. Бұл тек жалпы сюжет қана емес, андай микроэмоциялардан, жүріс-тұрыстарынан да байқалады. Бұл енді жаман нәрсе емес, авторлардың қай аудитория үшін жасап жатқанын көрсетеді. Сосын тағы бір байқағаным, супергеройкаға тән заттарды көп көрсетеді екен. Мынау деген мынандай қаһарман, оның мынандай қабілеттері бар, ол былай істей алады деген сияқты көп. Енді культті туынды, поп мәдениеттегі ықпалы зор кино. Менің талғаммен аса жанаспайды, сондықтан 6 деген баға берем. Так, сериалдардан мен «Люпен» 3-ші сезонын көрдім. Бұл сериалды өткен шығарылымда талдағанмын. Бағамды өзгертпеймін, сол 7 болып қала берсін. Осы айда 2 кітап оқитын мүмкіндік пайда болды. Так, біріншісі The Stranger. Енді мен ағылшынша оқыдым осы жыл. Бұл белгілі философ Альбер Камюдің қаламынан туған туынды. Қазақ тілінде «Бөгде», орысшаға «Посторонний» деп аударылған. Шағын кітап, жылдам оқып шығуға болады. Осындай әлемдік классика кітаптарының ішіндегі ең оңайларының бірі десем болатын шығар. 20 ғасырдың да жалпы әлемнің ең үздік кітаптары тізімдерінде әрдайым жүреді. Экзистенциализм, абсурдизм философиясын айқын сипаттайды. Альбер Камю Нобель сыйлығының иегері, осы кітаптың сондағы үлесі зор. Мен бұл кітапты 2-ші рет оқуым, 2 ретте қатты ұнады. Қысқа болғанмен де көп қырлы кітап. Оқиға Алжирде орын алады, ол кезде француздық колония. Басты кейіпкер Мерсоның қарттар үйіндегі анасы қайтыс болды деген хабар келеді. Бірақ Мерсо осы бойынша өзінің қайғырмайтынын аңғарады. Істеу керек шараларды істеп шығады, бірақ жылау, мұңды болу дегені жоқ. Бұл жерде оның жаман ойлы болғанынан немесе анасын жақсы көрмегеннен емес, бірақ өмірді қандай да болса қабылдайтынын көрсетілетіндей. Кітаптан қандай сезімде болдым, не ұнады, не ұнаған жоқ. Автордың дәл қазіргі сәтте өмір сүретін адамды көрсетуі ұнады. Мысалы, «Живи в моменте» дегенде біз YOLO, ережелерді бұзу, қалаған нәрсеңді сатып алу, бір жаққа ұшып кету дегенді ойлаймыз. Бірақ осы қасиеттің тағы бір қыры, моменте өмір сүре алатын адамдардың тағы бір қыры, күнделікті өмірде физикалық сезімдеріне мән беру.
Мерсо қашанда өзінің денесінің сезімдерін аңғарып отырады. Ыстықтап тұрмын, малтыған кезде бұлшық етімді сезіп тұрмын, қабырғаның текстурасы мынандай. Камю осы қасиетті жақсы көрсеткен деп ойлаймын. Сосын шынайылық туралы ойладым. Кітаптағы Мерсоның шынайылығы оның таңдауы емес деген шешімге келдім. Оның өзінің табиғаты сондай болғандықтан шынайы. Ол Мерсоның орнында шынайылықты таңдайтын адам болса не болар еді деген сұрақ қойдым өзіме. Онда жеңілірек жаза тартар ма еді бәлкім. Бұл жерде Мерсоның сотталғаны оның мета деңгейде ойлай алатын қабілетінің алқабилерін көрмеуі болған сияқты. Мета деңгейде дегенде айтарым былай, мысалы деңгейлерге бөліпсек, ойлау қабілетті. Бірінші деңгейде мысалы адамның қарны ашса, мен қалтамдағы ақшамды фастфудқа жұмсай саламын, өйткені қарным аш. Ол бірінші деңгейдегі ойлау. Екінші деңгейде мен неге фастфуд алғым келіп тұр, мүмкін үйде тамақ бар шығар деген сияқты ойлар. Ол екінші деңгейге кетеді. Үшінші деңгейге денсаулығыма қалай әсер етеді, бұл ақша ертең қажет болмай ма, мүмкін үйге азық-түлік алып қою керек шығар деген сияқты ойласа, ол үшінші деңгей. Бұл жерде соңғы шешім маңызды емес. Үшінші деңгейде ойласаң да фастфуд алмайсың деген сөз жоқ. Бұл жерде мета деңгейлер суреттелген. Тым мета болып кеткен жаман, андай тревожный адамдар сондай. Ал Мерсо бұл жерде бірінші деңгейден аспаған адам сияқты. Адамдардың оны бөгете қабылдайтыны да содан. Керемет кітап, бәріне оқып шығуға кеңес беремін. 9 деген баға қоямын бұл кітапқа. Келесі кітап «Портрет» деген Гогольдің әңгімесі. Бұл да қысқа. Гогольдің «Петербургские повести» деген әңгімелер жинағына кіретін «Портрет» деген туындысы. Бұл кітап маған аса ұнады деп айта алмаймын. Сараң болу, танымал болуға талпыну, өнерді өлтіреді деген идея, әлде бір әдеби артықшылықтарын байқаған жоқпын. Жалған дихотомия қойылған. Сен не танымал, бірақ талантсыз суретші боласың, не материалдық жағдайына қарамайтын, бірақ өнерге берілген адам боласың. Бұл оймен аса келіспеймін. Сосын AI-дан әңгімеге анализ жаса деп сұрап едім. Ол бір жақсы идея айтты. Өнер жақсылыққа да, зұлымдыққа да жұмыс істеуі мүмкін дейді. Бұл рас, өнер пропагандист болуы мүмкін, брейнрот болуы мүмкін. Не тұтынып, не жатқанымызды әрдайым саралап отыру керек. Жалпы бұл туындыға, кітапқа 6 деген баға беремін. Кейін спортқа кеттік. Қазақстан құрамасының ойыны, содан бастайық. Уэльске қарсы ойында Астана аренаға барып көрдім. Әлі де ойын жоқ, контроль жасау білмейміз. Қауіпті сәттер жасаймыз, бірақ нәтиже жоқ. Әли Әлиевтің істегені ұнады маған. Орнында отырып алмай, өзіне жауапкершілік алып, қызметінен кетті. Қандай профессионал екенін көрсетті. Енді алдағы уақытта шетелдік тренер келеді деген бір жақсы идеялар бар, маман келсе деген үмітім бар. Кейін Елімай, Семейдікі болғаннан кейін жанкүйермін осы клубтың. Бұл ойынға да Астана аренаға барып келдім. Астаналық жанкүйерлерден қарағанда Елімайды қорғағандар, қолдағандар көбірек сияқты көрінді. Күшті ойын болды, 6 гол көріп, қарық болып қайттық. Бізге жеңіс керек болды, бірақ сонда да мәзбіз 3-3 болғанына. Қазір кестеде 5-ші тұрмыз. 4-ші орын арқылы конференция лигасының квалификациясына кіріп кететін мүмкіндік бар. Тобыл Ордабасыны жеңді, енді бізде 2 ойын қалды. Содан енді Ақтөбеден көбірек жинасақ, келесі жылы Семейде Еврокубок ойындары болып жатар, бәлкім көрейік. Сосын сол Қайрат пен Реал. Қайратқа негізі көңілім толады клуб ретінде. Реалды күтіп алған жанкүйерлерді критикаға алып жатты кісілер. Негізі жаман нәрсе емес деп ойлаймын. Футбол клубтарының қаншалықты үлкен ықпалды екенін көрдік Реалдың күтіп алғанынан. Енді жабайыланған адамдар болды, кішкене кринж. Мбаппенің кепкасын шешіп алғаны да артық болды. Бірақ бұл Қазақстан футболы үшін де, қала үшін де жақсы оқиға. Осындай ойындар көп бола берсін. Ал 0-5 жеңілгеніміз түк етпейді, ойынның болғанын өзі жақсы болды. Так, ютубтан вау дейтін ештеңе көрген жоқпын. Подкасттар Бушфакердің Қытай туралы циклын біраз қарадым. Тан деген империяға дейін. Бұл жерде мен неде тыңдаймын? Apple подкастта тыңдаймын, мына жерде конца көрілмепті. Енді тыңдағандарын бір ретке келтіріп шығу керек. Бәрін көргеннен кейін ұмытып қалады екенсің. Сол, енді Қытайдың тарихына біраз үңілдім. Өте жақсы, өте қызықты қылып жасалған подкасттарды. Кез келген қосып көре берсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Сосын құралдар.
Бұл жерде онлайн құралдар десем болатын шығар. Осы айда ноутбук LM деген Google'дың продуктын қолдандым. Мына жерде бір мысал келтіре кетейін. Бұл былай істейтін нәрсе. Мысалы, мен Cloud Code деген нәрсе туралы білгім келді. Енді оны қолданып жүрмін, бірақ қандай power user ретінде қандай заттарды қолдануға болады екен деп қарағам. Енді бәр видеоны қарап отыратын уақыт көп емес, сондықтан мысалы мына жерде YouTube'тан видеолардың сілтемелерін қосып қойдым. Мысалы мына жерде 5 видео, ол әр видеоны не туралы екенін айтып береді. Мен осымен сөйлесе аламын, мысалы топ 3 типтарды айтып бер дегендей. Мысалы өте қолайлы, керемет продукт. Көп адамдар оны байқамайтын сияқты, ChatGPT-лардан қарағанда. Бірақ өте пайдалы. Қарап көрдіңіздер. Сосын заттар туралы айтайын, осы айда алған. Мына нәрсені алдым, мына жерде олар енді Озоннан жоқ болып кетті. Жалпы алғанда осындай Blue Lock очки алып алған жақсы екен. Обычный компьютерный очки емес, осындай бәрін сап-сары қылып көрсетіп тұратын очкилер. Көз шынымен демалып қалады экранында көп отырғанда. Мысалы кешке қарай киіп алсаң, ұйықтамас бұрын 3-4 сағат бұрын киіп алсаңыз, андай мелатонин жақсырақ бөлінеді. Бір айдай киіп көрдім, шынымен ұйқым жақсарған сияқты. Білмеймін, осыған байланысты ма, оған байланысты емес па. Продукт ретінде ұнады. Сосын андай не? Earplugs. Мынаны қолдансаң фокус машина болып кетеді екенсің. Офистан бөлек үйде жалғыз отырып киіп алсаң да әлемнің барлығынан бөлек отырған сияқты боласың. Дыбыстарды қатты бұғаттамайды, былай естіліп жатады еміс-еміс. Бірақ жеке отырған сезім береді. Алған кезде осы брендті алыңыздар обязательно. Басқалары мен қарап көргем. Көбінесе онша емес, немесе сапасыздау беріп тұрады. Ал бұл Original жақсы бренд. Осыны алыңыздар. Сол, бүгінге осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.